Қайырлы күн достар, бүгін пеште пісірілетін балық дайындаймыз. Бұл балықтың ресторандағы балықтардан айырмашылығы жоқ. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, дайындап көріңіздер. Противенге фольганы жайып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Оны барлық жанына жақсылап жағып шығамыз. Содан соң жуаны турап үстіне саламыз. Жуаны салып болғаннан кейін үстіне балығымызды қоямыз. Менде балық сазан. Бұл алдын ала туралып және тұздалып қойған. Сондықтан да мен бұған тұз қоспаймын. Балықты тез жібу үшін оны суға салып қойсаңыздар да болады. Енді үстіне кішкене бұрыш қосамыз. Содан соң картопты жуандап турап, оны барлық ашық тұрған жерлерге саламыз. Картоп салып болдық, енді үстіне сәбізді қосамыз. Сәбізді жіңішкелеп тураймыз. Содан соң үстіне кішкене перец қоссаңыздар да болады. Бірақ бұл маңызды емес. Енді лимонды жіңішкелеп турап, балықтың үстіне қойып шығамыз. Салып болғаннан кейін үстіне укроп қосамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Майонезге бір жұмыртқа қосамыз да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне суымызды қосамыз. Міне осындай сұйық болып шығуы қажет. Енді үстіне құямыз. Егер жеткіліксіз болса, тағы да жасасаңыздар болады. Енді үстін фольгамен жауып, 180-200 градуста 1 сағаттай пісіреміз. Міне дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.